Әйелдер нені қалайды? Кез келген әйелдің үш қана қалауы болады. Оны еркектің ақшасы, гауһар тас, мәңгі жастық деп ойласаңыз, қателесесіз. Өмір деген әлде қайда қарапайым. Бірінші, жақындасу. Әйелдер еркектерге қарағанда тез араласқыш, әлеуметке жақын жүреді. Олар әңгімелескенді жақсы көреді. Махаббатпен жақындасу туралы киноларды ұнатады. Еркектің ойы мен жүрегінде не барын білгісі келеді. Сол үшін күніне бірнеше рет қоңырау шалып, қайдасың деп сұрайды. Ерін қадағалау үшін қоңыраулатпайды. Тек ол туралы не ойлайтыныңызды есту үшін іздейді. Әйел жағымсыз нәрсе айтып тұрса, дәл сол сезімді бастан кешіп тұрады. Сондықтан сүйіктісі көңілсіз болса, ол оны сөйлеттіруге барын салады. Ал еркек жалғыз қалғысы келіп тұрады. Еркек әйелмен жиі сөйлесу керектігін ұғынуы маңызды. Оларды тыңдай білу, құшақтап, шерін тарқатуға мүмкіндік беру қажет. Екінші, алғыс. Әйел әрбір ұсақ түйектің назарда болғанын қалайды. Әрбір сіз үшін пісірілген ас, жуылған кір, үтіктелген киім үшін алғыс естігісі келеді. Ер оның сұлулығын бағалағанын, мақтағанын, қандай жағдайда да әр қимылын бағып отырғанын қалайды. Үшінші, қауіпсіздік. Әйел өзін қауіпсіз сезінгісі келеді. Әйел заты өте нәзік әрі қағілез. Сыртынан мықты, бір беткей болып тұрса да, әрбірінің жанында әзіз болмысты кішкентай бүлдіршін бар. Оған қамқорлық таныту қажет. Өйткені қамқорлықсыз әйел нәзіктігінен айырылады. Көліктен түскенде қол беру, есік ашып өткізу, сөмкесін көтеру әйелді бейжай қалдырмас қылықтар. Мұндай қамқорлық үшін олар сүюге, сізбен мақтануға, сізге басын иіп өтуге бар. Отырған Шынар Әбілді.